Таудай менен атыраудың арасын, араласың ауасы дауа. Құрметті сервис және технология колледжінің ұжымы, ардақты ұстаздар, ағайлар, апайлар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Туған отанымыз Қазақстанды гүлдендіріп, тұрақтылық пен бейбітшілік мекеніне айналдыру жолындағы үлкен үлестеріңіз үшін сіздерге зор денсаулық, таусылмас күш-қуат, мол бақыт, шаңырақтарыңызға шаттық, еңбектеріңізге жеңіс, құт-береке тілеймін. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауыз бірлігі нығая түсіп, республикамыздағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, достық бірлік мәңгі жасай берсін. Республикамызда тұратын түрлі ұлт өкілдерін бірлік мерекесімен құттықтаймын. Ең бастысы ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Республикамызда тұратын түрлі ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен деп тілеймін. Мереке құтты болсын. Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с весенним праздником 1 мая, Днем единства народов Казахстана. Это символ дружбы, понимания и созидания. День единства народов Казахстана – это праздник добра, мира, труда и братства всех этносов, проживающих в нашей стране. Благодаря единству мы являемся свидетелями мирной жизни в нашей многонациональной стране. Желаем вашим семьям благополучия, счастья, понимания и процветания во имя светлого будущего нашей страны. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан ары жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. 1 мая – День единства народов Казахстана. Это повод не просто вспомнить друг о друге, но и пожелать счастья и благополучия. Ведь счастливые люди, которые окружают тебя, созидают и творят. Поэтому желаю, чтобы в нашем общем доме в Казахстане каждый чувствовал себя счастливо и творил для процветания страны. С праздником! С Днем единства! С праздником! С Днем единства! Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с весенним праздником 1 мая, Днем единства народов Казахстана.